Дүкеннен алмай-ақ осындай жұмсақ нанды үйде жасаймыз. Қамырын әдемі үйлесең, нан да ерекше дәмді болып шығады. Осылай жұмсақ болып тұрады және де жұмсақтығын сақтайды. Ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз және де жылы сүтімізді қосамыз. Ас тұзын салып аламыз және де ашытқымызды саламыз. Кішкене ғана сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Бір тегіс болғанша қамырымызды илеп аламыз. Осындай пайдалы оңай рецепттер үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай илеп аламыз. Үстінен жауып, кішкене көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Бізде нанымыз көтеріліп шықты, ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Ал енді өзімізге қажетті пішіндерге бөліп аламыз. 5 дана бөлікке бөліп алдым. Пешімізді осы кезде қыздырып қоямыз. Келесі кезекте нандарымызды осылай жасап аламыз. Противенімізге салып аламыз және де кішкене үстінен жауып тындырып қойсаңыздар, нандарыңыз әдемі көтеріледі. Ортасынан кішкене басамыз және де жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып, үстінен жағып шығамыз. Пісіргенді жақсы көретін құрбыңызбен бөлісіп қойыңыз. Баршаңызға ас болсын.